Алматы әкімдігі тұрғындарға шұғыл ескерту жасады. Егер де әртүрлі жаңалықтар мен ақпараттардан хабардар болып жүргіңіз келсе, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз болады. Алматы әкімдігі тұрғындарға ескерту жасады деп хабарлайды Массагет-kz тілшісі. Қалалық әкімдіктің баспасөз қызметіне сілтеме жасап, әкімдік өкілдері Алматы қаласында ауа температурасының төмендеуіне байланысты көп қабатты тұрғын үйлердің шатырында сүңгі мұздар пайда болып жатқанын ескертті. Егер үйдің төбесінен сүңгі мұз байқасаңыз, қауіптің алдын алып, уақытылы тазарту үшін үйіңізге қызмет көрсететін басқару органына МИБ, П2, ЖС және тағы басқа хабарласуыңызды сұраймыз. Қауіпсіздік мақсатында үйдің шетіне, балконға және қардың еруі және сүңгі мұз қалуы мүмкін жерде тұрмаңыз. Ескерту: таспасымен қоршалған жерді айналып өту керек, делінген хабарламада. Егер қызмет көрсетуші орган өтінішке құлақ аспаса, Алматы қаласының коммуналдық инфрақұрылымды дамыту басқармасының +7 727 225 14 31 нөміріне, сонымен қатар төмендегі телефон нөмірлеріне қоңырау шалу қажет. Жұмыс кестесі: дүйсенбі жұма сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін.